Қайырлы күн, бізде кезекті тапсырыс шаңырағымыз кетіп жатыр. 10 түрлі крышкамен жасалған ұлттық құндылықтарға байланысты. Бұның крышкаларын ауыстырып тұруға да болады. Шаңырақтың кез келген ашық оқу әрекеттеріңізді қолдануыңызға болады. Тағы да айтайын, және осындай крышка 10 бала айналып тұрған кезде, балалардың алдына қандай крышка түседі, соның астында тапсырманы орындайды. Яғни ою түскен кезде біз осылай прищепкамен түстерін сәйкестендіру ойынын ойнаймыз. Түрлі түсті ою өрнектері атты ойынымыз. Келесі, киіз үй түсетін болса, мен киіз үйге ұлттық құндылықтарды жалпылама алдым. Киіз үй пішінінде дизайны жасалған. Осындай палочкаларды, ерекше палочкалар ойын, яғни мороженый палочкаларына детальдарын жабыстырдым да, астындағы фонға байланысты балалар өйстіп сәйкестендіріп орнына қойып шығады. Әрі атауларын үйренеді, ұлттық тағамдар, аспаптар, асық деген сияқты ойындар деген сияқты ойната беруге болады. Және менің отбасым ойынына осындай А2 форматта отбасы мүшелерін жабыстыратын липучкалық ойын, жапсырмалы ойын. Одан кейін осындай аспаптарға байланысты кубик лақтырған кезде қобыз түссе, екі бала ойнауында болады, немесе бір бала осы указательдің біреуін алып көрсетілген фондағы қобызды көрсетеді. Және ата үйренеді, әр шапшаңдыққа екі баланы жарыстырып ойнатуға да болады. Келесі, асықтарға байланысты біз екі түрлі әдіспен ойналатын ойын жасадым. Асық жинау әдісі, яғни осындай присоскамен, балға сияқты присоскамен жиналатын асықтар және қармақпен жиналатын асықтар. Қармақтың сабының түсіне сәйкес магнитке жабыстырып алады. Осылайша асықты жинауына болады. Келесі крышкамыз бізде киімдер. Ұлттық киімдерге байланысты тағы да сондай көлеңкелі ойын, липучкамен жапсырмалы ойынымыз. Ал әшекей бұйымдарға сәйкес осындай бау өткізуін қойдым, яғни 4 түрлі әшекейді алдым: тұмар, білезік, жүзік, сырға. Анамның білезігі, әжемнің білезігі, анамның жүзігі деген сияқты ойнатуға болады. Ұлттық тағамдарға байланысты жалпылама осындай липучкалық ойын тағы да жасадық. Ол көлеңкесіне байланысты және түсіне байланысты. Мынау шетіндегі оюларға сәйкес түрлі түсті ыдыстарды жабыстырады. Шай, бауырсақ деп атауларын атайды. Және сандыққа байланысты осындай кестелеу, қазіргі хит болып жатқан кестелеулеріміз осындай пушистый жіппен жасалған, яғни толықтырып тұрады, арасын бәрі көрінбейді қатты. Міне осылай толықтырып, пустышканы толықтырып қыздарымыз кестелесе болады. Әжемнің кестесі деп атауын атауға да болады. Міне осылайша жасалған 4 түсте, қызыл, жасыл, сары, көк және инелермен бірге жүреді. Одан кейін ер тоқым қамшыға сәйкес ол ойынды мен ол крышканың астындағы ойынды нейрожаттығу ретінде жасадым. Ол ойынның аты бір мезетте қайтала, яғни ер тоқым деген кезде бала екі қолымен бірден, оң қол сол қолымен бірден көрсету керек. Қамшы деген кезде тағы қамшыны солай шапшаңдыққа, зейіннің дұрысталуына, барлығына көмектеседі, тілінің дамуына көмектеседі. Келесі, осылайша біз 10 түрлі ойын жасадық. Одан кейін тәрбиешінің тапсырысы бойынша киіз үйді құрастыру ойыны ұлдарға және қыздарға, ұлдар тобы, қыздар тобы ойнайтын болады. Сондықтан осылай қызыл шаңырақпен және көк шаңырақпен жасадық. Основасын липучкамен жасадым. Балалар липучка орнатса да болады. Сосын уже керегесін, уығын, шаңырағын, есігін осылайша қойып шығады, сәйкестендіріп қойып шығады. Өте қызықты ойын. Балаларға киіз үйдің құрылымын түсіндіруге болады, атауларын үйретуге болады. Кереге, уық, шаңырақ, есік деген сияқты. Және осы жалпылама ұлттық құндылықтар крышкасынан бөлек киіз үй түрінде де крышкаларды салдық, яғни басқа сабақтарымызда да қолдануға болатындай. Одан бөлек тапсырысы бойынша тәрбиешінің осындай шаш өру, қамшы өру әдісі А3 форматта ламинатталған